Бүгін тағы да сол аспаннан жауған ақшалар 3-ші бөлім деп түсіне беріңіздер. Бір жұмыс істеп қарбалас болып жүрген, содан бір жақсы араласып жүрген жігіт бар еді. Сол тұрды дағы ой осындай бір жерде ақша төгіліп жатыр екен. Соны бір маған бір әпеке таныстырып еді. Соған бір барып келсек деді. Ай қойсаңшы дедім, мен өздеріңіз білесіздер. Әлгі аузы күйген нұр бұрттайды дегендей, ондайларға сенбейтін болдық қой. Сол жаңағы жігіт тұрды дағы ой осындай керемет екен, жақсы екен. Осы теже маған қатты айтып жатыр, барайық деді. Сосын ал мақұл екен дедік дағы соныменен бардық. Барсақ өзім танитын бір жақсы әпеке екен. Бұл кісі отырды дағы жаңағы серіктікті бір таныстыруға өтті. Ары тыңдадым, бері тыңдадым. Қарасам тегі адам қызығады, көрсең өзің қызығасың дегендей. Сондай дәрежеде екен. Сосын ал жақсы енді бұған қанша қосасыз енді десем 11.000 юан деді. Ал жарайды. Соныменен енді сіз бұл серіктікті қаншалық түсінесіз десем, бұл деген керемет. Сен сияқты жігіттер бұны істесе жақсы істеп кетеді деді. Ал жарайды, ондай болса, бұл серіктікке барып көрдіңіз бе? Оның осындай жұмыс істейтінін нақтылы түрде білесіз бе? Десе, мен енді барғалы тұрмын дейді. Енді өзі пенсияға шыққан кісі еді. Сонымен ары тыңдап, бері тыңдап отырып айттым. Ал жарайды, енді сіз бағана нөмір айттыңыз, енді мені тыңдаңыз, мен айтайын дейді. Сіз бұны 11.000 юан дедіңіз. Тіпті әуелі кейбіреулері мына сол серіктіктің фамилия бойынша, кәсіп түрлері бойынша қожадан дүкен ашып алды, осындай дәрежеде деді. Сосын мен айттым да бұл кісіге. Ал жарайды, енді айтқаныңыз дұрыс. Жауды кім болса да бітіре алады. Ол серіктіктің қандай екендігін біз жергілікті орында ол серіктіктің аты бойынша ашпағандығымыз үшін кімде жау бітіре алады. Жаудың біткеніне бола. Біз бұл серіктікті қауіпсіз деп қарауымызға келмейді. Ал енді сіз қазір бұл серіктікке әрбір адамнан 11.000 юаннан ақша жинайды екенсіз. Жақсы, мен сізге селбесейін, мен сізге 11.000 юан ақшамды берейін. Ал ертең таңертең осы серіктік жоқ болып кетсе, кешегі айтқан теңіздің да бір күнде жоқ болып кетті ғой. Сол секілді жаңағы жоқ болып кетсе, мен сізге келіп ана 10.000 сомды әкел енді мене. Кеше сен алып алғасың десем, сен менің бір адам 10.000 юанын бере алатын шығарсың. Ал бірақ егерде сен 10 адам 10.000 юанын алған болсаң, соның барлығы келіп сенен ал енді әкел менің 10.000 сомымды. Сен болмасаң, мен осылай істемейтін едім десе, қайтетін едім. Адам деген барлығымызда сондаймыз. Айтқан кезде ой болады екен деп өз ризашылығымызбен береміз дағы. Ал енді ертеңгі күні бірер бәлеге жолыққан кезде не деп шыға келеміз? Сен болмасаң мен бүйтпейтін едім деп қайтеміз, жауапкершілікті біреуге итеріп шыға келеміз. Кешегі күні анау Тянь-Юньға да 30.000-нан 50.000-нан бергендер, соларға соны таныстырып кіргізгендердің артынан қуалап, алдын докторханаға жатқызып, ақшасын төлетіп алғандар бар. Сол секілді күнге қалсаңыз қайтесіз мына басыңызбен, мына жасыңызбен деген әңгімені айттым. Сөйтсем, бұл кісі менен бұрын ол неше адамға осы мәселені үгіттеп, ақшасын алып, жөнелтіп жіберген екен. Төбесінен бір шелек су құйғандай болды. Сосын маған айтты, сен істемесеңіз істемей-ақ қой, бірақ маған су құйма деді. Жарайды, мен сізге су құймай-ақ қояйын, десе де әр қадамыңызды абайлап басыңыз дедім. Көптеген адамдар осы турасында жұмыстар істеді. Сол жылдары, бұл да 2016-17-лердің кезіндегі әңгіме. Бірақ ұзаққа барған жоқ. Менің есімде қалуынша бір айдан асқан жоқ қой деймін. Жаңағы нәрсе жоқ болды да кетті. Ал енді жаңағы жеженің, әпекенің содан кейінгі мәселелері қалай болды мен оны білмеймін. Бірақ менің анық білетінім жаңағы серіктік жоқ болды. Міне бұл аспаннан түскен ақшалардың 3-ші бөлім, құрметті достар. Құрттың атын жаңалтып малта қойыпты деген секілді қазіргі кезде алуан түрлі бояуларменен алуан түрлі ақшалар аспаннан жауып жатыр. Бірақ мейлі қалай болмасын, өлең айтсаң жаныңды жеп айтасың дегендей, әрбір істің өзінің азап тозағы бар. Тегінмен тегін келетін дүниені мен 15 жыл сауда істедім, ұрылдым, соғылдым, қағылдым, ит болдым, шошқа болдым, талай нәрсені көрдім, бірақ тегіннен тегін келетін нәрсені көрген жоқпын. Не қызық әңгімелерім бар. Өйткені осы бір барыста маған талайлаған адамдар кездесті. Талайлаған аспаннан жауған ақшаларды көрдік. Әуелі аэроплан береді екен бізге деген кеде сеніп,
жұмыс жасағандар бар. Оларды мен кейінгі сандарында айтатын боламын. Өзінің басындағы үйлерін кепілге қойып тастап, сенің осы ақшаң зиянға кетіп қалса, мен төлеймін деп кеудесін ұрған жігіттер де болған. Ал солардың жағдайы қандай болды? Құрметті достар, бүгінгі күні сауда істеу үшін, ақша табу үшін барлығымыз еңбектенудеміз. Мәселе, сен соның адамысың ба, емессің ба, алдымен соны ойла. Адам бір терінің ішінде мың толып, мың солады деген сөз бар. Сол секілді, сен сондай бір иі қанған саудагерсің ба? Жоқ әлде сондай нәрселерге сен төтеп бере аласың ба? Жүрегің көтере ма соның барлығын? Мүмкіндігін көтере ма? Жағдайын көтере ма? Соның барлығын ойласу керек. Осы ақша тегіннен тегін кеп жатыр ма? Оның артында сірә кім бар? Барлығы айтады. Бұл мемлекеттің жолға қойып отырғаны дейді. Бұл көбіндегі осы жұмыс істеушілердің алдыға қойып айтатын нәрсесі. Ой, мемлекет жолға қойып отыр, бәленбай басшы жолға қойып отыр дейді. Ондай жағдай болмайды, құрметті достар. Сондан қалған әңгімені біз келесі жолы айтайық. Дайма, сол үшін де күмәнжоғылық қойыңыздар. Атой 2025-ті қосып алыңыздар. Мейлі ойын текшесі болсын, мейлі шопен текшесі болсын. Бұл мазмұндарды мен әлі талайын сіздерге айтатын боламын.